Кейде ауа райы саналы түрде әрекет ететіндей болып көрінеді. Бірақ ауа райы болжанбайтын құбылыс сияқты көрінгенімен, оның қалыптасуының нақты жолдары бар. Оның бір мысалы ғаламдық жел айналымы. Желдің бағыты Кориолис әсерімен жердің айналуы арқылы анықталады. Өкінішке орай, мұны түсіндіру қиын. Сонымен, Кориолис әсері. Мұны түсіну қиын меніңше. Бұл сол жағынан, жоқ, оң жағынан ба? Тобымен ылғи шатасам. Жылы ауа экватордан полюстерге қарай жел түрінде жылжиды. Бірақ ол түзу сызық бойымен жылжымайды. Жер экватор бойында жылдамырақ, ал полюстерде баяуырақ айналады. Осы жылдамдықтың әр түрлілігі желдің қозғалысына әсер етеді. Мұның қиын болу себебі жердің айналуында. Жердің айналуы жылы ауаны жай ғана экватордан ала салып, полюстерге қарай орналастыра алмайсың дегенді білдіреді. Жел атмосфераның ең төменгі жер бетіне жақын қабаты тропосфера бойымен қозғалады. Ең дұрысы тропосфераны жер айналғанда қозғалатын сұйық масса түрінде елестету. Бұл әсерді суға салынған бөлшектерді айналып тұрған массаның жан-жағына салу арқылы көрсетуге болады. Бұл мысалдағы алюминий жаңқалары жылы ауаның қозғалысын көрсетеді. Жердің айналуы солтүстік полюске қарай жылжып бара жатқан жел бағытының сағат тілі бойынша оңға қарай өзгеруіне. Және оңтүстік полюске қарай жылжып бара жатқан жел бағытының сағат тіліне қарсы солға қарай өзгеруіне себепші. Сіз айналатын жүйеде қозғалған уақытта әртүрлі жағдайлар болады. Сіз өзіңіз қалаған бағытпен жүру үшін дұрыс бұрыштармен қозғала бастайсыз. Кориолис әсері деген осы. Ол әрқашан жақсы, сен осы бағытпен жүргің келеді. Ал мен сенің мына бағытпен жүргеніңді қалаймын деумен болады. Кориолис әсері айналыс әсерінен қозғалыс массалар бағытының ауытқуы. Мұны басқа жағдайларда да байқауға болады. Дегенмен ол метеорологияның маңызды бөліктерінің бірі. Атмосфера температурасы және тереңдігімен бірге, біздің ғаламшардың айналуы найзағайдан дауылдарға дейінгі әртүрлі ауа райы жағдайларын қалыптастыратын ғаламдық жел айналымына әсер етеді.